Қараша айының алғашқы күні Өскемен қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде 6 сынып оқушылары мен ата-аналарына арналған жайдарлы ашық есік күні болып өтті. Бұл іс-шара болашақ зияткерлердің білім алуына, қазіргі заманғы технологиялар мен мектептің мүмкіндіктерімен танысуына арналған ерекше мүмкіндік болды. Іс-шараның басты мақсаты мектептің білім беру жүйесін, шет тілдерді үйрену, STEM пәндері, шығармашылық және ғылыми жобаларды жүзеге асыру бойынша мүмкіндіктерін көрсету. Оқушылар мен ата-аналар мектептің оқу жоспары, бала тәрбиесі, үйірмелер, секциялар, сондай-ақ мектептің қолайлы білім беру ортасы туралы ақпарат алу үшін жиналды. Біз бүгін Назарбаев зияткерлік мектебіне келген болатынбыз. Осы мектепте ашық есік күндері болды. Және де бүгін физика, химия сабақтарында зияткерлік жұмыстар өткіздік. Таңғы 8-ден бастап мектепке асыға келген ата-аналар мен оқушыларды мектеп ұжымы жылы шыраймен қарсы алды. Әрбір жүзінде қуаныш пен үміттің нышаны көрінетін, балаларының жаңа оқу ордасына қадам басып, зияткер атануын қалайтын ата-аналар бір-бірімен әңгімелесіп, ортақ қуаныштарын бөлісіп жатты. Тіркеуден өткен оқушылар топ-топқа бөлініп, ұстаздарының артынан мектептің тарихымен, ғылыми зертханаларымен, кітапханасымен, спорт залдарымен танысу үшін жүріп кетті. Мектептің әрбір бұрышының өзіндік тарихы, рухы бар екенін білген олар қызыға қарап, әрбір сәттен ләззат алды. Ашық есік күні бұл оқушылар үшін мектептің оқу және шығармашылық дүниесіне кеңірек шолу жасап, мектептің рухы мен атмосферасын сезіну үшін тамаша мүмкіндік. Сондай-ақ, ата-аналар мен келушілер үшін қызықты сабақтар, зертханалық жұмыстар және интерактивті сессиялар ұйымдастырылып, ғылым мен білім жолындағы жас ұрпақ пен оқу ордасы арасындағы байланыс жеткізілді. Осылайша, ашық есік күні мектептің білім беру жүйесін одан әрі дамытуға ықпал етіп, еліміздің білім беру саласында Назарбаев зияткерлік мектебінің маңызды рөлін тағы бір мәрте көрсетті. Сіздерді алдағы уақытта ашық есік күндерінде әлі де асыға күтетін боламыз.